Цехта адамдар әлі сырт киіммен жүр, қабырғаларды қырау басып жатыр, ал сіз болсаңыз төбені жылытумен әлек болып жатсыз. Және де оған деген көп қаражатыңыз кетіп жатыр. Бүгін жалпы монтажда қандай кететін қателіктер бар екенін, және де қалай ақшаңызды тиімді қолдануға және оны үнемдеуге қандай шараларды қолданатын туралы талқылап кетеміз. Вулкананы қондыру кезде әрқашан біз жіберетін схемалар арқылы қосуға кеңес береміз. Өйткені бізде болған бір жағдайды айта кетсек, вулкананың барлығын дұрыс қосқан, оған пультін жүргізген, бірақ пультіндегі схемамен дұрыс қоспағандықтан вулканаларының барлық двигательдері жанып кеткен. Яғни бүкіл вулкананы қайтып ауыстыруға тура келді. Вулкананы дұрыс қоспау кезде қандай шығын кетуі мүмкін екенін талқылап кетеміз. Бірінші кезекте ол әрине ақша. Үлкен суммаға агрегатты аласыз, оны дұрыс қоспайсыз, және қосымша жылыту ретінде басқа да агрегаттар алу керек болады. Сол себепті көптеген шығын түрі кетіп қалуы мүмкін. Екіншісі әрине ол уақыт. Егер де дұрыс қоспаған жағдайда болса, сізге оны қайтадан қосу керек болады, қайтадан специалистерге хабарласу керек болады, және монтаждың өзі де көп уақытты алады. Үшіншісі ол бізде сапасы. Яғни дұрыс қоспаған жағдайда жылу сапасы өте төмен болады. Яғни вулкана бере алатын жылыту өзінің сапасынан төмен деңгейде үрлеуі мүмкін. Мен сізге қазір көптеген жіберілетін қателіктер туралы айта кетемін. Ең бірінші қателік ол вулкананы жарға тым тығыз орнатып қою. Яғни арасы 10 см болып жатса, вулкана бізде өзінен ауаны өткізе алмайды. Ондай жағдайда марафон жүгіріп түтікшемен демалып келе жатқан сияқты болады. Вулканы жылуды емес, тек электричествоға ғана әсерін тигізеді. Яғни біздер двигательді тек қыздыра береміз. Сол себепті вулкананы жардан сәл алысырақ орналастырған дұрыс болады. Ең қорқынышты қателік ол теплообменниктардың қатып қалуы. Ол жалпы вулканның 70% құнын қамтиды. Және де ең қателік ретінде қарастырылатыны, біз күнделікті жұмыста вулканы жұмыс істеп тұрады, кешке қарай сіз сөндірдіңіз, бірақ теплообменниктің ішінде су қалып қойды. Ондай жағдай болатын болса, теплообменниктің қатып қалу мүмкіндігі бар. Ол гарантиялық жағдай емес, ол сіздің қателігіңіз. Үшінші қателік ретінде вулканаға монтажны крепленияны орнату болып табылады. Монтажны крепленияны орнату үшін бізге вулканның үстіңгі жағын тесу керек болады. Сол кезде, егер қатты тесіп жіберетін болсаңыз, теплообменниктарды да бірге тесіп кету қаупі бар. Яғни ол да гарантиялық жағдай емес, ол да қателік ретінде саналады. Не себепті радиатор емес вулканы таңдаған дұрыс болады? Радиатор ол өзінің аумағын ғана жылытады, және одан шыққан жылу әрқашан үстіге қарай көтеріліп кетіп, астыда салқын ауа қалады. Вулкана бұл мәселені тез арада шеше алатын құрылғы болып табылады. Яғни вулканадан шыққан ауа, жылу ауасы, ол үстінде астында 1 градуста қамтып бере алады. Біз 10 шақты радиатор қойғанша бір вулкана қоя салған артық болады. Ол әлдеқайда тиімдірек болады. Газға кететін шығын радиатормен салыстырғанда вулканада әлдеқайда төменірек болады. Егер де вулкананы дұрыс қондырмағаныңызды түсінсеңіз, онда специалистерге хабарлассаңыз болады. Олар сізге әрқашан көмектесуге дайын. Қорытындылап кететін болсақ, жылу жүйесі бұл конструктор емес, бұл нақты математика. Сол себепті монтаждық жұмыспен вулкананы орнату кезінде ақша үнемдеуіңізді сұраймыз. Өйткені дұрыс орнату ол ең біріншіден сізге үлкен пайда алып келеді. Яғни 2 рет шығынға кірмейсіз. Егер де жаңа объект салып жатсаңыз, немесе бұрынғы объектті жөндеп жатсаңыз, жылу мәселесін шешу бойынша бізге хабарлассаңыз болады. Мына QR код арқылы өтуге, немесе астыдағы сілтеме арқылы өтсеңіз, біздің инженерлер сізге нақты жылуды таңдап беруге көмектеседі. Нақты агрегатты алып, артық шығынсыз әрқашан жылу болуын қамтамасыз етуге тырысамыз. Егер де бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіз. Және де комментарияға келесі тақырыпты жаза кетсеңіз, біз талқылап сізге көмектесуге дайынбыз. Сізбен бірге болған Тепло для бизнеса арнасы. Бәріңізге жылу, және де келесі кездескенше.